Сәлем достар. Міне біз бүгін Қазақстан территориясында орта ғасырларда өмір сүрген Қыпшақ мемлекеті туралы айтатын боламын. Жалпы қыпшақтар туралы мәлімет түріктердің руникалық жазуларында 760 жылдан бастап кездеседі. Қыпшақтарды орыс жылнамаларында половецтер, сорочиндер деп атаса, венгрлер оларды кундар деп атады. Ал батыс Европа саяхатшылары қыпшақтарды командар деп атаған. Осы Қыпшақ мемлекеті туралы мен сіздерге пайдалы ақпарат беремін. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. 7 ғасырда Қыпшақтар Алтайдың солтүстігі менен Ертісті жайлап жатты. Ал 8 ғасырда Қыпшақтар этнос болып біржолата қалыптасты. Сондай-ақ 8-11 ғасырларда осы Қыпшақ тайпалары Қимақ мемлекетінің қарамағында болды. Қимақ мемлекетінен өзінің тәуелсіздігін алу үшін Қыпшақ тайпалары өзін-өзі билеуге ұмтылып батысқа қарай көшті. Бірақ Қимақтардан түбегейлі өзінің тәуелсіздігін ала алған жоқ. Тек қана Қимақ мемлекеті 11 ғасырдың басында құлағаннан кейін әскери саяси билік осы Қыпшақ хандарының қолына көшті де 11 ғасырда Қимақ мемлекетінің орнына Қыпшақ хандығы құрылды. Қыпшақ хандығының территориясы шығыста Алтай мен Ертістен басталып, батысында Еділ мен оңтүстік Оралға дейінгі, солтүстігінде Құланды даласынан оңтүстігінде Балқаш көлі мен Жоңғар алатауына дейінгі кең байтақ аймақты алып жатты. Күшейіп алған Қыпшақ хандары енді оңтүстігінде жатқан Оғыздар мемлекетіне шабуыл жасады. Сөйтіп Оғыздарды Сырдарияның төменгі және орта ағысынан Арал Каспий маңынан ығыстырып шығарды. Сөйтіп 11 ғасырдың екінші ширегіндегі үлкен Оғыздар даласы деп, Мафазат ал-Гуз деп аталынатын дала енді Дешті Қыпшақ деп, Сахара әл-Қыпшақ деп атала бастады. Қыпшақтар Еділден өтіп 11 ғасырдың ортасында Дунай өзеніне дейін қоныстанды. Сөйтіп Қыпшақтардың территориясы Ертістен Днестрге дейін жерге дейін жетті. Сондай-ақ Еділ мен өзені бойында олар екіге бөлінді: Батыс Қыпшақ және Шығыс Қыпшақ деп. Дешті Қыпшақтың тарихи географиялық облысын шартты түрде екіге бөлеміз. Яғни Еділ бойы арқылы аса үлкен екі этникалық территориялық бірлестік. Еділден батысқа қарай ол Батыс Қыпшақ деп аталынды. Бұл половецтер даласы 11 тайпадан тұрды. Ел бөрілі, Тоқсаба, Ютуба, Дурут деген ірі тайпалары болды. Ал басында Тоқсаба рулық әулеті тұрды. Ал Шығыс Қыпшақ бұл Дешті Қыпшақ даласы 16 тайпадан тұрды. 8-і негізгі тайпа, 8-і ұсақ тайпа. Шығыс Дешті Қыпшақтың басында ел бөрі руының қан әулеттері биледі. Батыс Қыпшақ пенен Шығыс Қыпшақтың қарамағындағы тайпалардан бөлек Қыпшақ бірлестігінде басқа да түрік тілдес тайпалар болды. Қимақтар болды, Оғыздар, Құмандар, ежелгі башқұрттар, сондай-ақ қаңлылар, қарлықтар, жікілдер де осы Қыпшақ бірлестігінде мемлекетінің қарамағында болды. Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлінді: оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың орталығы Жайық өзені бойындағы Сарайшық қаласы болса, сол қанаттың орталығы Сығанақ қаласы болды. Мемлекеттің екі қанатқа бөлініп басқарылуының негізгі себебі оң қанатта орталығы Сарайшық қаласындағы бұл батыстағы билікті мызғытпай ұстап тұру үшін, және сол қанат шығыстағы билікті мызғытпай ұстап тұру үшін керек болды. 11 ғасырда Еділ өзенінен өтіп, шекарасын сонау Донға дейін, Днестр өзеніне дейін жеткізген Қыпшақтар енді Шығыс Европа елдеріменен, сондай-ақ Орыс мемлекетімен және Византия империясымен тікелей қарым-қатынасқа көшті. Енді Қыпшақтар оңтүстігінде Хорезм елімен де қатынасты жақсартуға әрекет жасайды. Алайда Хорезм шақы Қыпшақтардың күшеуінен қорқып, оларды өз шекараларына жақындатпауға тырысты. Қыпшақтардың шабуылынан қорыққан, қауіптенген Хорезм шахы Атсыз 1133 жылы осы Қыпшақтардың қол астындағы Оғыздардың жеріне шабуыл жасайды. Бірақ тікелей жеңіске де жете алмады. Ашық түрде Қыпшақтарды жеңе алмайтын білген Хорезм шахтары Ақсүйек
бай шонжарларды Қыпшақтың өз жағына тартып, оларға сый-сияпат жасап, қызметтер үлестірді. Соның нәтижесінде Қыпшақ ақсүйектері хорезмдерді қолдайтын дәрежеге дейін жетті. Хорезм шақтарының екінші бір айласы бұл Қыпшақ хандарының арасындағы билікке таласты да сәтті пайдаланды. Мысалы, Қыпшақ ханы Қадыр Буке менен оның жиені Алып Деректің арасындағы билік үшін таласты жақсы пайдаланды. Сөйтіп, Сығанақ қаласын басып алуды ойластырды. 1195 жылы жаңағы Қадыр Буке ханға қарсы жорыққа аттанып, осы жорықта отырарды билеп отырған Алып Деректің әскерін өз жағына шығарып, қаланы жаулап алды. Қыпшақ хандығының әлсіреуінің үшінші бір себебі бұл Қыпшақ хандығының құрамындағы тайпалардың ең ірісі қаңлылардың ірі бірлестігінің құрылуы. Олар өз алдына ірі бірлестік құрып, Қыпшақтардан бөліне бастады. Төртінші себебі мынау сырдың бойындағы бай қалалар, Отырар, Сығанақ, Арал теңізінің аумағындағы Жиент сияқты қалалар үшін екі ел арасында ұзақ жылдар бойына қақтығыс болды. Бұл Қыпшақ хандығын әлсіретті. Хорезм шахы менен Қыпшақтардың арасындағы ұзаққа созылған бақталастықты бұл Моңғол шапқыншылығы бұзды. 1219 жылы Моңғол шапқыншылығынан Қыпшақ мемлекеті құлады, оның жері Моңғол ұлыстарының құрамына енді. Достар, мен сіздерге Қыпшақ мемлекеті туралы бірқатар ақпараттар айттым деп ойлаймын. Сондықтан менің контентіме, видеома лайк басып, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.